Бірінші аты жөніңіз кім? Шахбаева Дамира, жолдасым Жанибек Ерғали. Жанибеков Ерғали. Жанибеков Ерғали, екінші группа инвалид. Мен бір неден инвалид? Сахарау көп па несі? Бір аяғы жоқ, бір екінші аяғында темір бар. Мен негізі оны білмеймін, не үшін ұстап отыр, маған мәлімет бермей жатыр. Не үшін ұстап отқан? Мен сол инвалид деп жүгіріп жүрмін. 25 күн алып кеткен, сөйтіп қол қойдыртқан, өздері оқып бермеген, өзі де оқымаған, сөйтіп тез қой деп Керва жақтағы түрмеге апарып жатқызып болған. Сөйтіп 28 күн санкция соты болады, 2 айға қамап тастайды, 272 статьясымен, бірінші тармағымен сөйтіп 2 айға қамап тастайды. Жасы нешеде? 35-те. 35-те. Қандай жағдаймен сақталды күйеуіңіз? Оян ешкім айтпай жатыр. Адвокатты да не алмай жатыр. Жоқ, телефонда видеолар болды ма, басқа болды ма? Оян ешкім ештеңке деп жатқан жоқ, маған айтып жатқан жоқ. Дом защиты да бермей жатыр. Машинасы әлі біреудің атында, кредит төленіп жатыр. Төлеп болғаннан кейін өз атына аударады. Сөйтіп штрафсайынға оқып қойды. Қанша балаларыңыз бар? 5 ұлымыз бар. Өзімнің аяғым ауыр. Негізі күйеуіңіз қатысты ма сол неге, жағдайларға? Аяғын білмедім. Сол үшін мен жүгіріп жүрмін. Тез шықсын, шығарсын. Негізі сіздер Тараз қаласында тұрасыздар ма? Тараз қаласында тұрамыз. Ол күндері ол кісі үйде болған жоқ па? Жоқ, негізі СТО-да істейді. Таныстары көп. Жинап жүрген ақшасы бар. Машинасын дөңгелең сатқан. Сөйтіп, онда ақшасын неге істеген, алып қойған. Мен сұрасам, сейф сап қойдық дейді. Өзінің заттары бар, документтері, флешкасы да болған. Сөйтіп салып, істеп қойды. Мен қазір не үшін ұстап отыр, ояғын ешкім айтпай жатыр. Сіз өзіңіздің күйеуіңіздің не үшін ұстап отқандығыңызды білгіңіз келеді, және не үшін айыпталып отқанын білгіңіз келеді ғой, нақты. Ол бір жерде видеода шығып қалды ма, фотода шығып қалды ма, или ол тура соған атсалысты ма, атсалысқан жоқ па? Мен сұрадым, одноразовый кірдім, сұрадым. Бір рет, қатысым жоқ деді. Қатысым жоқ деп айтты. Рахмет пікіріңізге.